Баршаларыңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз сырники жасаймыз. Өте керемет, тез дайындалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажет болады сүзбе, яғни творог. Описаниеға төменгі сілтемеге жазып өтемін рецепті. Бізге қажет болады творог. Одан соң бізге бір жұмыртқа, одан соң бізге бір үлкен қасық манка, бір үлкен қасық ұн, одан соң кішкене шымшыл тұз қажет болады, бір үлкен қасық қант. Жақсылап тұрып вилкамен осылай басып бүкіл консистенциямызды араластырамыз. Осындай консистенция шығуы тиіс. Үстіне кішкене ұн себеміз, жабысып қалмас үшін. Енді біз осы қасықпен немесе қолмен алып формамызға келтіреміз, сырниктің формасына. Осылай домалатамыз, шеңбер құсап, шарик құсап. Мен бірінші осылай істеп аламын. Қасықпен болады, немесе қолмен болады. Көз мөлшерге жасайын бүйтіп. Одан соң пышақ аламыз. Осылай домалатамыз ұнға. Жақсылап тұрып, жабыс қалмас үшін. Осылай қолмен жасаймыз. Одан соң осылай видеодағыдай қараңыздар. Бүйтіп кішкене үстін басып жібереміз. Осындай бізде шығады. Келесі де солай жасаймыз. Ұнға осылай аунатамыз. Осындай формаға бүйтіп басып істейміз. Мен осындай формамен, осылай қолмен жасаймын. Маған осылай ыңғайлы. Сковородкаға мен сұйық май қостым. Орташа отта менде қазір тұр. Орташа отқа қойып қойыңыздар, себебі қатты отта тұрса, қатты асты күйіп кетуі мүмкін. Енді екінші жаққа ауыстырамыз. Осылай. Сұйық майды мен көп құйған жоқпын, себебі қатты майлы болмас үшін.
жаймен отқа қойып қоямыз. Асты күйіп кетпес үшін. Бетін жауып 5-10 минут піссін. Ал біздің сырникіміз дайын. Достар, осындай бізде сырники шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Іші осындай болып шығады. Арасы піскен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған бүгін Динара. Келесі кездескенше сау болыңыздар.